Оңтүстік Қазақстан облысында 7 мыңнан астам студент жеке кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетуге мүмкіндік алып отыр. Оларға бұл бағытта өңірде алғаш рет тұсауы кесілген студенттік бизнес инкубаторы қол ұшын созбақ. Облыстық кәсіпкерлер палатасы үздік деген жобаға арнайы грант бөліп, бизнес құрылымды да тауып беруге дайын. Шымкенттегі жоғарғы оқу орындарының бірінде ашылған орталық жастар арасындағы кәсіпкерлікті қолдап, тың жобалардың жүзеге асуына мұрындық болмақ. Мамандар жастарға бизнес жоспар түзетуден бастап, инвесторлар тарту, құжаттарды рәсімдеу, қомақты қаржы көзін табу сияқты мәселелерге қатысты кеңестер береді. Қазірдің өзінде 12 жоба әзірленіп жатыр. Солардың бірі екінші курс студенті әзірлеген қоқысты қайта өңдеу технологиясы арқылы пластиктен тұрмысқа қажетті заттар жасау жобасы. Шәкірт өзінің ойы жүзеге асатынына сенімді. Өйткені жаңа жүйе қоршаған ортаны ластаудан сақтап, мұнай өнімдерін үнемдеуге де септігін тигізбек. Қоқыс қалдықтары үйіліп төгіліп жатады. Пластик, баклажка немесе басқа да бөтелкелер көптеп үйіліп төгіліп жатыр. Соларды зерттеп, жаңағыдай Швейцарияның технологиясы бойынша соларды өңдеуді қолға алуды ойластырдым. Бизнес идея қызық, жақсы, инновациялық болатын болса, қайтарылмайтын 3 миллион теңгеден жаңағы шағын қаражаттарды бөлуге дайынбыз. Екіншіден, өзіміздің облысымыздағы үлкен бизнесмендерді тартып, олар да қазір қызығып отыр. Егер жақсы бір бизнес идеялар болатын болса, оған біз қаражат бөліп, сол бизнес идеяны іске асыруға дайынбыз деп отыр.